осы үйді істеп жатқан ағама соға BMW машина алып берем. Ассалаумағалейкум достар, қадірданлар, жақсылар, сақилар. Және дидар көрісіп атқанымыздан сізбенен өте қуаныштымыз. Нәубеттегі проектіміз hakkında мағлұмат бермекшімін. Сіз әзізлерменен бұл проектті да шартты түрде орнына түсеміз деп ойлаймын. Дұрыс, көпшілікке сұрау болып жатырды. Қазір салып атқан жайларымыз не болды? Тым-тырыс болып кетті. Көрмей қалдық қой деген сұраулар да бар. Әлбетте орынды сұраулар. Жүдә әжайып тәрізде салып отырған жайларымыз өз иелеріне тапсырылды. Лекін біз аз ғана сыр ұстап тұрмыз. Ешқандай гуманға, ешқандай қауітерге орын жоқ. Себебі сізге де өте қуанышлы һәм өте жақсы тәрізде жетіп барсын деп видеосын күтіп отырмыз. Шығуын қазір сырлы һәм жұмбақлы тәрізде зор болып өз иелеріне тапсырылды. Мен нәубеттегі проектімізге келдім. Себебі алдында бір келіп бұл жерге хабар алып кеткен едім һәм сіздерге айтқан едім. Біздің және бір проект бар. Бір достымызға бұл жерді тапсырып қойған едік. Сіз әмелеп тұрың, бір әмелеп біз келеміз жайды тапсырып болғаннан соң жәрдемге әлбетте жетіп келеміз деп аз кішігірім қол көмегіміз беріп тұрған едік. Енді өзіміз Вақф Қайыр Қалмақ Жәмияты фонды. Сіз әзіздер, сіз жақсылар менен бұл имаратты да мен тұрған қолға алатын пайт жетіп келді біргелікте. Яғни 3 жайымыз және бір дом 4 жайымыз әжайып тәрізде тапсырылды. 4 шаңыраққа 6 айдың ішінде 4 шаңырақты өте бақытлы көріністе көрдік. Сіз әзіздердің әлбетте шарапатыңызбенен біргелікте. Әуелем Алла. Біз сізге сенеміз. Нәубеттегі жайымыз бұл имаратымызды да біргелікте салқын күнлер келатырды. Салқын күнлерге суыққа қалдырмай тезлікпенен біргелікте бұл жерді де тезде зор, шырайлы, ыссы ахуалға алып келеміз деген. Жайымыз хақыңызда мағлұмат береміз достар. Қараңдар. Шаңырақ хақында мағлұмат беретін болсам, бұл жерде ағамыз 4 перзентімен қалған. Көріп тұрғаныңыздай 4 перзентімен қалған. Апамыз қайтыс болған пандемияда. Ағамыздың өзінің де денсаулығы оншелі жақсы емес. 4 перзентті ер адам бір өзі ертең өзіңіз білгендей ізбе-із ол жігіттер әдемі үйленуге келеді. Хаммесін жайлы қылудың өзі болмайды. Сол себепті ағамызға жәрдем беруге қатты бел байлағанбыз. Әлбетте әзіздер, сізбенен біргелікте қайта-қайта айтамын. Керекті затларды айтып бастаймыз. Және де бір оппа деп бір қайратты салып, бұл үйді тезде қысқа қалдырмай, суыққа қалдырмай өз иесіне көтеріңкі тәрізде, жақсы тәрізде тапсырып аламыз деп үміт етеміз. Бірінші орында керек болады бізге міне тақтайларымыз таяр, материалдарымыз таяр. Пол қағып беретін ұста. Басамыз старт береміз. Пол қағып беретін ұста. Қалесеңіз барлық жайды қағып беретін уақытыңыз болмаса да, бір жайды болса да қағып берін. Келін ұсталарды шақырып қалаңыз. Бірінші орында пол ұстасы бізге зәрур болып тұрды тезлікпенен. Һәмме материал таяр. Полымызды қағып берсе, шырайлы қылып, бір күн уақытыңыз бар ма, ярым күн уақытыңыз бар ма, келің. Жәрдемшілер бар бұл жерде. Келің. Өзіңіз келесіз де қағып өз үлесіңізді қосып берсеңіз болады. Пол ұсталарына мұражат етіп қаламыз. Екінші орында бізге керек болады котел. Оның да материалдарын таярлағанбыз. Таяр тұрыпты. Труба, пропил котелларменен. Котел ұстасы келіп, өз үлесіңді қосамын Алла разылығы үшін десе, мында сізге әжайып имканият. Сізге де қайта айтып қаламыз. Мен һәмме уақыт бұл жерде жүре алмаймын, көп уақыт дейтін болсаңыз, келін дым болмағанды тесіп, трубаларын тығып берсеңіз, кейінгі ұста келіп, оны жалғайды, одан кейінгісі келіп, түзеулейді дегендей істей береміз. Басылысы келмей қалма, басылысы келің, достар, келің. Котел ұстасына мұражат етіп қаламыз. Және де бізге керек болатұғыны сантехника жігітлеріне ілтимас етіп қаламыз. Сантехника. Бұл жақ кухнямыз болады. Бұл жақ банямыз болады. Екеуін жалғап, сыртқа колодеске шығарып берсе болады. Охо, ажайып имканият. Мен қалып қоймайын дейтін натяжный потолок.
иелеріне осы бастан айтып қоя береміз. Мен де осы үйге бір қанасында болса да үлесімді қосамын дейтін болсаңыз, байланысқа шығып бізге хабар жоллап қойың, мен бір қанасының надежныйын аламан деп. Ескілері бар. Бұны тезлікпен шығып тастаймыз деп ойлаймын. Және де қауендерлерге iltimos етіп қаламын. Айтып өткесін барлығын бір айтып өтейін. Кейін историяда және давам еттіреміз достар. Ротбондтан жәрдем керек болады бізге. 106-дан зият ротбонд керек. Бөліп алып тастаймыз. Әрдайым бізге актив болған магазиндерден және де күтіп қаламыз. Ортасы нешінші классың? 6-cı класс сыныпта оқимын. 6 класс. Арзулар қандай? Арзулар чемпион болу. Қандай, неден? Спортынан, барба спортынан чемпион болу. Алға қатынап отырсам ба қазір? Қазір қойып па үй проблемаларына. Кішкентай бала үйдің проблемасы. Сіз неге проблема қыласыз бұны? Біз әлбетте бұны оралап тастаймыз. Нұртас, қара, чемпион болсаң, қазір мемлекетімізде президентіміз тараптан спортсмендерге көріп қандай машиналар беріп жатқан, көрдің ба? Қандай үйлер беріп жатыр, қандай имканияттар жаратып беріп жатыр. Саған да чемпион болғанда сондай үлкен пулды зат ажыратып берсе, не қыласың оны? Оны ата-анама, кейін осы үйді істеп беріп жатқан ағама, соға BMW машина алып беремін. Ох, картыңда тұрасың ба? Иә. Онда біз сіз дуа қыламыз чемпион болсын деп.